Алматы облысы Қарасай ауданының әкімі мына жолды қараса, Көкөзек ауылында жол жасап жатыр. Айналып өту жолы осы шұрық тесік. Жүру невозможно енді бар ғой. Вроде 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Позор, позор. Қазақстанда бұдан кейін тұрғын келмейді. Қалай тұрғын келеді мынандай? Позор, позор. Машинаның ходовкасын жасайын дейсің, қалай жасайсың, мынадан кейін қалай жасайсың? Позор ғой, позор. Машина түгілімізден адам жүре алмайды. Не деген сұмдық мынау деген. Қашан шешіледі осы Қазақстанның проблемалары? Не деген сұмдық мынау деген. 15 минут үйге баратын жерге 1,5 сағат отырамыз осы пробкада. Мынау енді станция Шымаудан. Тоже мына мост қашан бітеді? Көкөзектің пробкасынан 1,5 сағатта шықтық. Енді станция Шымауданның пробкасында тоже 1,5 сағат. Сонда общий 3 сағат. Жұмыстан алтыда шығамыз. Үйге сағат 9:30-да жетеміз. Не деген сұмдық.